Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен еті жұмсақ болып пісетін жылқы етінен дайындалған қуырдақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Бізде қазақта қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің деп айтады ғой. Бірақ әр отбасы өз үй жағдайында қол жетімдігіне қарай қуырдақ жасап жатады. Негізінен бұл тағамды жаңа сойылған малдың балғын етінен дайындайды. Мінекей өздеріңіз видеодан көріп тұрғандарыңыздай қуырдаққа қажетті заттарды әзірлеп қойдым. Жылқының етін, жүрегін, бүйрегін және бауырын турап ыдыстарға салып қойдым. Қазанымызды отқа қоямыз. Қазанымыз қызған соң сұйық майымызды құямыз. Майымыз қызған соң бірінші жылқы етінің іш майын салып, біраз сарғайғанша қуырып аламыз. Сосын оның үстіне етімізді саламыз. Сөйтіп, етімізді төмен отқа қуырып аламыз. Жақсылап қуырып аламыз. 30-35 минуттай жай отта қуырамыз. Мінекей, еттің және іш майдың майы және сөлі шығып, өз майында қуырылып жатыр. Пиязын жарты сақина етіп турап саламыз. Тәтті бұрышты және сәбізді ірі етіп турап аламыз. Сөйтіп бәрін ыдыстарға салып дайындап қоямыз. Қазанымыздағы қуырылып жатқан етіміздің үстіне тұзымыз бен қара бұрышты себеміз. Одан соң пияз, тәтті бұрыш және сәбізімізді салып, жақсылап қозғап, отын жай қылып төмендетіп, қақпағын жауып, тағы да 10-15 минуттай қуырамыз. Осы аралықта тамағымызға қажетті сарымсақ пен ас көгімізді ұсақтап турап аламыз. Сарымсақ қосылған тағамның тәтті болары сөзсіз. Картошкамыздың да көлемін орташа етіп турап дайындап қоямыз. Сосын қуырылып жатқан қуырдағымызға картобымызды салып, тағы да жақсылап қозғап аламыз. Мен қуырдаққа су құйған жоқпын. Өз майымен сөлінде қуырылып жатыр. Картобымыз пісуге жақын қалған кезде сарымсағымыз бен бауырды саламыз. Сосын тағы да 5-7 минут қайнатамыз. Мінекей, иісі бұрқыраған керемет тамағымыз дайын болды. Енді тамағымызды легенге саламыз. Алдын ала дайындалып қойған сақина пияздарымызды қуырдақтың ортасына қойып, безендіреміз. Қуырдақтың ортасына қойып, әдемелеп, безендіріп қоямыз. Сонда көрінісі әдемі болады тамағымыздың.
ас көгімізді де сеуіп қоямыз. Біздің жасаған әрбір тамағымыз дәмді, әрі көз тартатындай әдемі, тәбет ашатындай керемет болғаны дұрыс. Мінекей, осылай әзірлеп болған соң, қуырдағымызды дастарханға алып келдік. Қазір жаз мезгілінде әрбір үйде компоттары бар деп ойлаймын. Мұздай компотты ішіп, шөліңді қандырып, иісі бұрқыраған қуырдағыңды жеп, тамақтанып алғанға не жетсін. Егер сіздерге менің видеом ұнаса, қуырдақты жасау әдісім ұнаса, лайк басып, өз ойларыңызбен бөлісіп, комментарий жаза кетіңіздер. Төмендегі подписаться тетігін басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда сіздер бірінші болып менің ас туралы видеоларымды көретін боласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.